Баршаңызға шуақты Астанадан сәлем. Бүгінгі влог менің бір апталық өміріме арналады. Қазір Астанада күн керемет болып тұр. Күннің шуағын қараңыздаршы. Ой, ал Астананың аспанына шіркін-ай. Жоспар бойынша бүгін сағат 12-де мен пилатес жаттығуына бару керек едім. Бірақ бір тренер бар, қыз, өте күшті тренер. Соған запись ашылған кезде 1-2 сағаттың ішінде солдалып болады. Мен жазылып үлгерген жоқпын. Сондықтан саябаққа 10 000 шаг жасауға келдім. Күн де керемет болып тұр. Бүгін солай бұйырған ғой. Қараңыздар, гүлдер, артта Есіл өзені. Look of the day. Спорттық киім. Аяқта ыңғайлы кроссовки. Жаңадан алдым. Бәрінен бірнеше күн болды комплимент жинап жүргеніме. Сумка ішінде планшет бар. Үлкен, күздік түс көрдіңіздер ма? Маған ұнайды, терракотовый. Және мынандай сыртынан қалың кофта алып едім. Бірақ ауа райы күшті, сондықтан да шешіп тастадым. Міне кроссовки. Мега Силквейден алдым. Екінші қабатта House of Super Step дейтін дүкеннен. Бұны мен баяғыда Түркиядан алған болатынмын. Мынау болса сумка. Longchamp. Жаяу жүріп келе жатырмын. 2 мейрамхананы таңдадым. Қазір түскі тамақ ішуге. Біреуі мен артымда тұрған наша дача, және екіншісі ана жаңа салынған үйлерде, соның астында. Мен екіншісін таңдадым, себебі наша дача маған ұнайды. Кухнясы дәмді, бірақ та үлкен терезелері бар жерге барғым келіп тұр. Күннің шуағымен отырып жұмыс істегенде таңдаған мейрамханама келдім. Лазанья деп аталады. Бұл жерде күнделікті демалыс күндерін қоспағанда сағат 12 мен 4 арасында бизнес ланч болады. Соған келдім. Бірінші салат. Сосын мені суп күтуде, және де биф строганов таңдадым. Кісі қазір скандинавский палочкамен келе жатыр екен. Далаға шығып, курьерден өзімнің посылкамды қарсы алып келе жатырмын. Сіздерге бір қызық оқиға айтып берейін. Бір дастарханда Әйгерім деген күшті қызбен танысқан болатынбыз. Сонымен кейін Инстаграмда жақсы араласып кеттік. Блог жүргізеді, 80 000 подписчигі бар. Сол қыз жақын арада бір мемлекетке саяхатқа барды. Мен осы жолы қайда кетіп бара жатырмын? Тапсаңыздар, сіздерге сыйлық деп жазған соң мен Мекке Медина деп жазып едім. Оттым, және сол Мекке Мединадан маған сыйлық беріп жіберді. Міне пакет, қазір бірге ашайық. Штативімді әрине алмағаным қиын болып тұр. Қолыма бірінші түскені ол финики. Қараңыздар. Финикпен шай ішем. Одан кейін маған түсіндіріп аудио жазып жіберген болатын. Мынау дейтін қолға тағатын браслет. Финиктің сүйектерінен жасалған екен. Мен өзім браслетті жақсы көремін, сондықтан міндетті түрде әсіресе осындай қасиетті елді мекеннен алып келген браслетті қалай тақпасқа. Және үшіншісі ол брелок екен. Брелок міне. Мекке дейтін жазуы бар. Осындай брелок. Әйгерім, рахмет көп. Сен енді менің блогымдасың. Браслетті тағып алдым. Қараңыздар қалай әдемі көрінеді. Осы браслет мені қолдап қорғап жүрсін. Қасындағысы бұл мен қайнапам Испания, Тенериф аралдарынан алып келген браслет.
Тенерифте үлкен жанартау бар екен, сол жанартаудың тастарынан жасалған екен. Міне. Осымен бүгінгі күн де тамам болды. Такси күтіп тұрмын. Үйге қайтамыз. Таңғы жаттығудан кейін өзімнің әдетке айналған суық суға түсетін душымды қабылдап, таңғы асымды пісіргелі жатырмын. Пожалуйста. Мен бүгін өзімнің жоспарларымнан кішкене ауытқып жатырмын уақыт бойынша. 7 нан пісіріп жіберсін деген сұраныс келіп түсті. Айтпақшы 7 нан пісіріп үлгердім. Қазіргі технологиялар деген рахат қой. Термомикс дейтін. Шықпай жатыр. Не? Тесті жасап берді. Тез жарты етіп жібердім. Қазір шығайын деп тұрмын. Міндетті түрде SPF крем, менде мынандай, бұл крем емес, серум ретінде жүреді, жеңіл. Pure Science дейтін брендтікі, корейский бренд.
О май гад. Асықсан осы ғой енді, асығуға болмайды. Не үшін асығып жатырмын? Себебі мен де бүгін екі жерге үлгеру керекпін. Врачтарға ем қабылдап үлгеру керекпін. Қазір уақыт тапшы болғаннан кейін сіздерге бояну үлгісін көрсете алмаймын. Бірақ күнделікті шынымды айтсам, мен боянбайды екенмін. Бұрындары тонсыз үйден шыға алмайтын едік. Қазір керісінше тонмен жүргім келмейді. Айтпақшы, ертең менде фотосессия болады ғой. Жай кішігірім сондай, сол кезде көрсетемін. Ал мен шығуға дайын болдым. Джинсы кидім, кофточка қысқа қолды, және үстінде мынандай кофта. Қолымда сөмкем. Менің инстаграмдағы оқырмандарым бұл жерді жақсы біледі, себебі осы жерде мен Get Ready with me, яғни менімен бірге дайындал, кейін рубрикасын түсіремін. Сонымен қатар көзіме көзілдірік және аяғыма күздік реңктермен Адидастың соңғы алған аяқ киімі, сол қатты ұнап жүр, өте ыңғайлы, соны киетін боламын. Ал дайынмын, кеттім. Менің бүгінгі таңым қалай басталғанын білесіздер, апыр-топыр. Содан кейін әйтеуір бәрін үлгеріп, үйге келіп, түскі тамақты пісіріп, демалып алып, салонға бардым. Қыздардың өздеріне қажетті процедураларын жасап, массажға бара жатыр едім. Мынандай кофейняны көріп қалдым. Осы жерге отырып, шай ішпеске деп. Себебі массажға дейін әлі жарты сағаттай уақыт бар. База под макияж. Туш. Укладка, маникюрдан кейін базарға, жәрмеңкеге келдім. Жәрмеңке тек демалыс күндері ғана жұмыс жасайды. Осы жерден алам мен, бағасы жоғарырақ болса да, бәрі свежий, күшті. Сколько? 2 пучка? Фотосессияны бастайық деп жатырмыз. Артында қыздарды суретке түсіп жатыр. Бұл локация қыздардың арасында, суретке түсетін қыздардың арасында танымал болып жатыр. Біз күтіп тұрмыз. Сосын дайын болған суреттерді мен инстаграм парақшамнан көре аласыздар. Үйге кіріп, киімімді ауыстырып шықтым. Және келесі локацияға келдік. Қаланы аралап жүрміз. Айтпақшы, сіздерге бір нәрсе көрсетейінші. Мына жақта күшті вид. Қазір қараңыздар. Мына. Ой, мына өлкемейді қазбай. Красота, да? Все, отлично. Қазір күштілік тамақ ішіп болғаннан кейін YouTube бойынша бір-екі жұмыс жасаймыз да, одан кейін мен үйге барамын. Жаттығу аяқталды. Менің айнам осы жерде, мен әр жаттығуға келген сайын суретке түсемін.
Жаттығудан шықтым және саябаққа серуендеуге келдім. Осы жөнінде кішкене сіздерге тоқталып кететін болсам, мектеп кезінен бастап спортты керемет шұғылданған адам емеспін. Әрдайым дене шынықтыру пәнінен менде босату болатын. Бірақ қазір соңғы кездері спортты өз қолыма алып барып жүрмін. Себебі бұл дейтін өте керемет қой, дененің шынығуы. Сонымен қатар суға түсуді әдетке айналдырдым. Оның барлығын мен мамыр айынан бастаған болатынмын. Бұл да бір денсаулыққа өзінің пайдасы мол нәрсе. Сондай екі привычканы, әдетті мен мамыр айынан бастап қосып ұстап келе жатырмын, және сол үшін өзім мақтан тұтамын. Неліктен? Себебі айтып кеткендей, спортта, жаңағы суға түсу де, әсіресе суық суға түсу, мүлдем мен оны жасамағанмын, оған бейімденбеген адам болатынмын. Өмірімізге әрқашанда сондай жақсы әдеттерді қосайық. Өмірімізді жақсартатын, денсаулығымызды жақсартатын, ол әрине де көңіл күйге де күшті әсер етеді. Сондықтан да сондай күшті әдеттерді өздеріңізге қосыңыздар. Пирамида артында күшті болып тұр, Негізінде мен осы влог түсірген аптамның ауа райы өте қолайлы, күшті болып шықты. Астанада әдемі қоңыр күз. Күз түсті, және Гаухарға ас үйде міндетті түрде бір нәрсе ауыстыру керек болып тұр. Сол үшін сауда-саттық орталығына келдім. Бүгінгі менің образымда күз болып тұр. Милашка, собак. Мен мынаны аламын. Керек па, керек емес па? Как будто нет. Как будто нет? Ну ладно. Кстати, менде тура осындай салфетка үйде бар. Осы жерден алған болып тұрмын ғой. Аламын. Міндетті түрде әр сезон сайын плейсмат ауыстырады, яғни тарелканың астына қоятын, әркімнің алдына. Соны қарай келе маған мынау ұнап тұр. Осындайдан 4 аламын. Жабылады екен, жақсы. Лимон салдым, гвоздика қалампыр, сосын корица. Күздік дастарханда отырып, синабонмен шай ішіп, сіздерге осы бір апталық влогымның қорытындысын айтайын. Астанада күн керемет болды, жып-жылы, көп қыдырдық, көп паркте жүрдім. Мынандай күздік дастархан жасадым. Тағы қандай жаңалық айтпақшы. Каналымда, арнамда Барселонаға қатысты влог бар екен, білесіздер ғой. Сол Европа мемлекеттеріне барған кезде сауда-саттық жасап, мен деген такс-фри бойынша кішкене бір қателік жіберген болатынмын. Сіздерге де айтайын, керек болып қалар ақпарат. Франция мемлекеті арқылы қайттық Қазақстанға. Такс-фри қабылдайтын әйел барлығын қарап, печать қойып, базаға отметка жасап, жақсы сау болыңыздар деді. Әдетте біз сол базаға тіркесек болды емес пе? Қай жерге барып жүрміз? Біз өзіміз білетін Араб әмірлігі бәр жерде электронна ғой. Соңғы рет Кореяға барған кезде солай болды. Мен ойладым, жақсы электронна өтті деп кеттім. Сөйтіп қарасам, тек Франциядан алған затқа такс-фри түскен, ал Испаниядан алған затқа түспеген. Испанияда енді көбірек алған едім Францияға қарағанда. Сонымен GPT аман болсын, GPT мен сөйлесіп, ақылдасып, ағылшынша хат жазып, чектардың бәрін жинап, хатты қосып, ішіне Братиславаға
яғни Словакияға Tax Free'дің Global Blue офисына хат жазып сол жаққа жібердім. Сол хатты қабылдаған уақытта сол күні ақ маған Tax Free'дің барлық сомасы картама түскен болатын. Сондықтан да сұрап жүріңіздер, біліп жүріңіздер, әр мемлекетте әртүрлі. Мен өзімше мен саяхатта жүремін, білемін деп сондай қателік жібердім. Бірақ ақшам қайтып түскен кезде картаға қуандым. Осындай әдемі дастарханда, әдемі көңіл күймен мен влогымды аяқтағым келіп тұр. Пайдасы болды деген үміттемін. Егер де бір алған покупкаларым сіздерге қажет болып жатса, сіздер білгілеріңіз келіп жатса, қайдан алдым, не істедім, сұраңыздар. Осы жерге де комментарийға жазсаңыздар да болады. Әлде инстаграмыма да жазылып қойыңыздар. Инстаграмда мен енді көбінесе сондай нәрселермен жиі бөлісіп тұрамын. Және менің арнама қош келдіңіздер, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.